Şu жерде ұрған жерден кеткен ғой бала. Олар скорыйды уақытында шақырмаған, может, шақырған уақытында үлгеріп қалар ма еді? Екінші этажға сүйреген подвалдан екінші этаж комнатаны алып баратқан кезде біреу көріп шыңғырған, қанмен бүйтіп сүйреп алып баратқан, сол шыңғырған, сосын оны көріп комнатасына тығып қойған. Қызылорда 16 жастағы Нұрдәулет Мырзалының өмірі үзілді. Бір әулеттің үміт ет, ата-анасын тірек ет. Ал бүгін қара жамылған отбасының жүрегінде өшпейтін жара болып қалды. Ең ауыры бұл жай ғана қайғылы жағдай емес. Марқұмның туыстары баламыз әлімжеттіктің құрбаны болды дейді. Олардың сөзінше жоғары курс студенттері бірінші курстың баласын түн ішінде фитнес залға апарып, жабылып соққыға жыққан. Ал одан кейін мәйітті жасырмақ болған. Егер бұл рас болса, бұл тек қылмыс емес, бұл адамдықтан айырылудың шегі. Ұрған жерден кеткен ғой бала. Олар скорыйды уақытында шақырмаған, может, шақырған уақытында үлгеріп қалар ма еді? Олар баланы алып шыққанда өзінің несіне комнатына апарған, екінші этажға көтерген, одан бақтөршіге түсіргендей. Бір нәрсеге назар аударыңызшы. 16 жастағы бала. Ол әлі мектеп партасынан ұзап кете қоймаған жасөспірім еді. Ата-анасы оның дәрігер болады деп үмітпен оқуға жіберді. Ал енді сол ата-анасы баласының мәйітін құшты. Бұл жерде бір ғана сұрақ туады. Жатақхана кімнің бақылауында болды? Түн ішінде балаларды бір жерге жинап, ұрып соғып жатқанда тәрбиеші қайда болды? Күзетші неге байқамады? Неге жедел жәрдем дер кезінде шақырылмады? Бізде бір қорқынышты қалыптасқан түсінік бар. Әскер сияқты шыңдалады, үлкеннің сөзін тыңдау керек. Бір-екі ұрса одан ештеңе болмайды. Жоқ, болады. Бүгін сол ештеңе болмайдының соңы өлімге әкелді. Әлімжеттік тәрбие емес, әлімжеттік күш көрсету арқылы әлсізді басу. Бұл психологиялық қорлық, бұл адамның намысын жаншу. Ал кей жағдайда адам өлтіруге апаратын жол. Екінші этажға сүйреген подвалдан екінші этаж комнатаны алып баратқан кезде біреу көріп шыңғырған, қанмен бүйтіп сүйреп алып баратқан, сол шыңғырған, сосын оны көріп комнатасына тығып қойған. Сосын февраль айында бір бала тоже осындай болғанда өлген ол. Ол өлгенде жаңағыдай кешірім бергені сумен жауып тастаған. Ең қорқыныштысы мұндай оқиғалар қоғамда қалыпты нәрсеге айналып бара жатқандай. Мектепте буллинг, колледжде әлімжеттік, әскерде дедовщина. Ал бәрінің түбінде бір нәрсе жатыр – үнсіздік. Жәбір көрген бала үндемейді, көрген адам араласпайды. Мекеме беделін ойлайды, ал нәтиже қандай? Тағы бір үзілген өмір. Колледж басшылығы әлімжеттік болған жоқ дейді. Бірақ дәл қазір бір студент қамауда отыр. Демек, бір нәрсе болғаны анық. Кейде біз шындықты жасыруға тырысамыз. Өйткені рейтинг керек, атақ керек, ал адам өмірі ше. Колледжде ішкілік тергеу тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр, сырттан да тергеу тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар біраз адам жауапқа тартылып жатыр. Әлімжеттік мәселесі бұл жерде болған жоқ. Не болды, не қылды, тыныштық па, ақша сұрады ма? Жоқ апай деді, ондай болған жоқ деді. Жай сыйламай кеттім деп жай жұдырықпен неғып атқанда, бұлай боларын өзімізде білмедік деді олар. Нұрдәулет енді қайтып келмейді, бірақ бұл оқиға қоғамға үлкен сұрақ қалдырды. Біз балаларымызды оқуға жіберіп жатырмыз ба, әлде қауіпке итермелеп жатырмыз ба? Жатақханаларда камера жеткілікті ме? Тәрбие жұмысы бар ма? Психологтар жұмыс істей ме? Студенттер қауіпсіздігін кім қадағалайды? Бұл сұрақтардың жауабы қағаз жүзінде емес, шынайы өмірде көрінуі керек. Бүгін Нұрдәулет, ертең басқа біреу болмасына кім кепіл? Қоғам өзгеру үшін заң ғана емес, сана да өзгеруі керек. Біреуді қорлау ерлік емес, біреуді ұру күштің белгісі емес. Нағыз күш адам бола білуде. Бұл бір ғана отбасының қасіреті емес, бұл тұтас қоғамның айнасы. Ал сізше не ойлайсыз? Әлімжеттікпен күресу үшін не өзгеру керек? Пікіріңізді комментарийге жаза кетіңіз.